Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай баклажан, яғни баялды қосылған өте дәмді болып шығатын салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Бізге қажетті заттар ол қызыл және сары бұрыш, сарымсақ, көк пияз, қызанақ, кинза жапырақтары, қияр және баялды қажет болады. Қажетті көкөністерді сіздер салаттың көлеміне қарай аласыздар. Ең алдымен баялдыны осындай видеодағыдай ірі бөліктерге бөліп турап шығасыздар. Кеңірек ыдысымызға салып, шай қасықпен тұз қосып, және де үстіне салқын су құйып 10 минутқа қойып қоямыз. Туралған баялдыны сүлгі төсеп кептіріп аламыз. Мен қызыл және сары бұрыштың жарты бөлігін ғана пайдаландым. Осылай ортасынан бөліп, ішіндегі дәндерін тазартып алдым. Одан кейін бұрыштарымызды осылай видеодағыдай ұзыншақ әрі жіңішке бөліктерге бөліп турап шығамыз. Салатымыздың түрі осындай әдемі болып шығу үшін мен әдейі бұрыштың екі түсін таңдап алдым. Туралған бұрыштарымызды кеңірек ыдысқа саламыз. 2 дана қиярды алып, оларды да осы видеодағыдай ұзыншақ, яғни соломка етіп турап шықтым. Туралған көкөністерді рет-ретмен осылай ыдысымызға салып отырамыз. Қызып тұрған табаға май құйып, баялдыны жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей қызарып, жақсылап қуырылып шықты. Енді қағаз майлық төселген ыдысымызға қуырылған баялдыны саламыз. Ендігі кезекте қызанағымызды осылай ортасынан бөліп, дәндерінен тазартып алдым. Өйткені салатты араластырғанда суы шығып, салатымыз сулы болып кетеді. Қызанақтың бұндай сулы жерін сіздер басқа тамаққа қолдансаңыздар болады. Және де осылай видеодағыдай қызанағымызды да ұзын-ұзын етіп турап шығамыз. Екі дана сарымсақты осындай майда бөліктерге бөліп турап шықтым. Егер де сіздер ащырақ салатты ұнататын болсаңыздар, одан да көп қоссаңыздар болады. Енді баялдыны, қызанақты, туралған сарымсақтарымызды барлығын рет-ретмен саламыз. Көк пиязымыздың бас жағын осылай алып тастадым. Және де көк пияздың өзін осындай видеодағыдай турап шықтым. Ең соңында осындай шамалы кинза жапырақтарында майда бөліктерге бөліп турап шықтым. Туралған кинза жапырағында салатымызға қосып, дәміне қарай тұз, шай қасық толмаған кориандр, және де тұшытылған сұйық майдан 3 ас қасық қостым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егер де соевый соус болса, одан да аз қасық қоссаңыздар болады. Мінекей біздің салатымыз осылай оңай, тез дайындалды, әрі өте дәмді болып шығады. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.